Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді карамельный пирог дайындайтын боламыз. Кешкі уақытта ауза шарға жасасаңыз да болады. Идеально болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, кеңес етемін. Алдымен бір жұмыртқаға қантымызды салып жақсылатып араластырып аламыз. Оған сары майымызды қосамыз. Бөлме температурасында жібіген немесе жібітіп алуыңызға болады. Қатты су сияқты сұйық болып кетпесін. Осындай жібіген күйінде салып жақсылатып араластырып алатын боламыз. Бұл тестаны мен көбінесе пирогтарыма қолданамын. Оңай әрі жеңіл жасалады, және де барлығының құрамдары, мөлшерлері астыда описанияда жазылатын болады. Жақсылатып қолымызбен араластырып аламыз. Одан кейін қажет мөлшердегі ұнымызды, қопсытқышымызды салып, оны да қалақшамен араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды көп қосып жібермеңіздер. Мөлшерінен көп болып кетсе, тестаңыз қаттырақ болып, жаюға ыңғайсыз болып кетуі мүмкін. Қолданатын формамызды майлаймыз. Менде 24-26 сантиметрлік формаларыма жасаймын. Осы тестаның рецебін және де оңай жайылып, жұмсақ болып, тестамыз күшті болып шығады. Мінекей осылай жайғастырамыз. Формаңызды міндетті түрде майлаңыздар. Алдын ала пешіңізді қыздырып қоя беріңіздер. Ортасына кремін дайындаймыз. Мен лакомка сгущенкасын қолданамын. Ол қою болғандықтан мен оны миксермен араластыратын боламын. Үстіне 2 жұмыртқаны, қаймағымызды және кукурузный крахмалымызды салып, блендермен езіп алдым. Негізі алдын ала сгущенкаңызды шығарып қойсаңыздар шамалы жұмсарады, және де қолмен араластырсаңыз да болады. Формамызға құйып, жан-жағын бортиктарын әдемілетіп дайындап, қызып тұрған пеште 180 градуста немесе 160 градуста 30-35 минутта пісетін болады. Мінекей біздің пирогтарымыз дайын болды. Үстіне қалауыңызша сәндесеңіз болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.